Армысыздар қадірменді көрермендер, саяси мінбер бағдарламасында бүгін қонақта Мұхит Қапылбекұлы. Бір 15-16 миллиард теңге рынок бар да, именно дезинфицирующие средства бойынша. 5 қана отандық өндірушіміз бар. 5 отандық өндірушіміз бар. Бір 25 шақты шетелдің поставщигі бар. Шетелдің заводы бар. Сонда қараңыз. Қаяққа жұмыс істеуіміз керек. Енді тағы да бір үкімет саласынан алатын болсақ, өндіріске байланысты. Жалпы бизнес маркетингқа емес, именно өндіріске байланысты алатын болсақ. Өндіріске байланысты біздің кішкене даму жолынан төменде тұрған себебіміздің бір себебі бұл ғылым мен өндірістің арасының өте алшақтығы. Ғылым совсем басқа жолда, өндіріс басқа жолда. Мен өзім докторантураны бітірдім да, биыл. Казгуде докторантураны бітірдім. Менің байқағаным, менің көргенім, менің өзіме түйгенім, ғылымның бәрі, енді мына ғалымдарымыз ренжімесін маған. Ғылымның бәрі, жаңағы осы ғылыми зерттеу институтында жұмыс істеп жүргеннің бәрі, осы ғылым саласында еңбек етіп жүргеннің бәрі, өкінішке орай деп айтайық, индекс Хирша үшін жүрді. Индекс Хирша деген бар. Қаншалықты сенің индекс Хиршаң жоғары, сен котируешься как ғалым ретінде. Мен до конца түсінген жоқпын сол индекс Хиршаны. Мен енді производственникпін да. Мен енді дикий конкуренцияда бизнесте жүрген адам болғаннан кейін, мына бір дүние бар ма? Бұл дүниеден не істей аламыз? Бұл дүниеден не шығарып, халыққа не пайда бере аламыз дегенді ойлап тұрасың ғой. Қандай нәрсе көрсетті, соны ойлап тұрамыз ғой. Мен индекс Хиршадан ештеңе табамадым да сондай. Бұл бір нәрсе. Индекс Хирша бір ма? Публикация үшін болады. Ғылым. Біздің ғылымның бәрі публикация үшін болады. Индекс Хирша үшін болады. Бәленбай Томпсонның бірдеңе деген журналында менің статьям жарық көрді деген үлкен нәрсе да. Сосын біздің мынау саясаттың бастамасы дұрыс та негізі. Бастама. Дұрыс нәрсе. Фонд науки деген бар. Асеке, естуіңіз болса. Фонд наукида кәдімгі безвозмездный кредит сияқты ғылыми жобаларға ақша бөлінеді. Біздің ғылыми сотрудниктарым ғылымда жүрген бәрінің ең үлкен көздегені сол проект ұтып алсам, грант ұтып алсам, бәленбай миллионға. Сол грантпен өте жақсы темаларды ұтып алады. Өкінішке орай кішкентай бір лабораторияда жаңағыдай былай жазылған қағаз жүзінде кеткен отчеттармен сол ақша жауылып кетеді. Бұл шындық. Біздің ғылым соған жұмыс істеп жатыр, өкінішке орай. Егер өндіріспен байланыстырсақ та осы қандай керемет болады. Енді өндіріс жағынан қарап көрейік бұны. Өндіріс неге қиналады? Өндіріс неге шетелден технолог әкеледі? Өндіріс неге шетелдің жаңа ойлап тапқан разработкаларына жүгінеміз? Неге біздің сондай индекс Хиршасы 7-8 болып жатқан ғалымдарымыз неге біздің өндіріске сондай нәрсе әкеле алмайды деген нәрсе бар. Біздің өндіріс былай. Бір жақсы дүниені жасау үшін, мысалы үшін бір дәрілік шөптен бірдеңені алу үшін бір жаңағыдай субстантты, жаңағыдай бір шикізатты алу үшін жусаннан немесе дерменеден өткенде бір жиналыста отқан кезде осы мәселе қозғалып кеткенде біраз мен әңгіме айтқан кезде бір үлкен ақсақал жақсы сұрақ қойды да. Осы біздің Шымкент өңірінде оңтүстікте дерменені зерттеген өте үлкен ғалымдар бар. Сол дерменені неге өндіріске қоймайсыңдар? Оның қаншама пайдалы дәрілік зат шығаруға болады. Соны неге алмайды осында? Опять келеміз,
оны зерттейтін ғалым жоқ бізде. Біз ғалымдарға барсақ, давай мына делменеден бірдеңе шығарайық десек, бұл туралы уже статьялар жазылып қойған ғой дейді да олар. Біздің ғылымда мынандай нәрсе бар. Научный новизна деген бар. Научный новизнасы болу керек. Әрбір диссертацияның, әрбір статьяның научный новизнасы болу керек. Әрбір ғалымның айналысып жатқан жұмысында научный новизна шығару керек та олар. Ол требование солай, талап солай. Енді біз мынау зерттеліп қойған делменеден бірдеңе шығару үшін научный новизна жоқ қой ол жерде. Ол туралы бәрі зерттеліп қойды. Оның ішінде мынандай заттар бар, ол организмге былай әсер етеді. Оның технологиясы мынандай, оны немістер істеп жатыр, оны еврейлер істеп жатыр. Біз келіп оның технологиясын жасап беріп, ана өндіріске көмектескеннен біздің индекс хиршамыз өспейді дейді да. Замкнутый круг та жүрді. Бұл нәрсе өзіміздің басымыздан өтті. Бізде технолог іздедік. Бізде завод қойған кезде біздің кәдімгідей бүкіл планымыздың бәрі тығырыққа келіп тірелген кездер болды. Енді жүгіріп Белоруссияға барамыз, Россияға барамыз, Өзбекстанға барамыз. Олардың айтатын сөздері жаңағыдай. Қазақстаннан кәсіпкер келді ма, выкачивание денег деп қарайды. О, қандай программамызға дейін біліп алған ғой. Бәлен деген программа десе, ол жерде мынанша миллиард бөліну керек қой бұған. Дейді. Соның давай мынаншасын бізге тастайсың, біз барып жасап береміз. Комиссиядан күшті өтеді дейді. Комиссиядан өтуді ғана ойлаймыз ғой біз. Комиссиядан өтуді ғана ойлаймыз да. Біздің жаңағы мен айтып отқан ұлттық мүддеміз, рухани, мынау еліміздің егемендігін ақыретке дейін ұстаймыз деген экономиканы біз бірінші мақсат экспортты жасамай-ақ қояйық. Біз ішкі нарықты қамтамасыз етуге тырысуымыз керек қой. Өзімізді өзіміз қамтамасыз етуге тырысуымыз керек та. Мысалы, тек қана біздің заводтың рыногын алайын, бір 15-16 миллиард теңге рынок бар да. Именно дезинфицирующий средства бойынша. 5 қана отандық өндірушіміз бар. 5 отандық өндірушіміз бар. Бір 25 шақты шетелдің поставщигі бар. Шетелдің заводы бар. Сонда қараңыз. Қаяққа жұмыс істеуіміз керек. Экспортты ала жүгіреміз. Өйткені экспортқа шығаратын болсақ, бізге внимание көбейеді, бізге журналистер келеді, біз грамота аламыз, анау аламыз. Впереди паровоза, не надо бегать деген нәрсе ғой бұл. Впереди паровоза 2030, 2050 деп біздің кішкене нетіп қойды ғой, алға қарап жүгіретін бір сондай бір стартты беріп қойды да бізге. Өндірісіміз төменде жатыр, бірақ біз анау экспортты ойлаймыз. Ішкі нарығымыздың өзін қамтамасыз ете алмай жатырмыз. Конкуренция тізелеп тұрып, тіземен тізе бірге қойып тұрып конкуренция жасайтын заводтарымыз жоқ. Енді жаңағы Қарағандыдағы вертолет шығаратын завод естіген шығарсыздар. Бәленбай миллиардқа жасалған жоба. Бір ғана вертолет жасалған. Ол вертолетта андай пробный полетта құлап қапты да. Пробный полетта құлағанда бір вертолет. Сондай өндірістерге көбейіп кеттік.